Баршаңызға сәлем, кино әлеміне қош келдіңіздер. Көбелек деп аталатын шынайы оқиғалар негізінен алынған драмалық триллер туралы баяндалады. Анри Шарьер есімді жас француз қылмыстық ортада көбелек лақабатпен танымал. Зергерлік бұйымдарды ұрлау арқылы күн көреді және кәсіби ұры ретінде атақ-даңққа ие болды. Оның әдеттегі күні сарайларға кіріп, қымбат зергерлік бұйымдарды ұрлап бастығына тапсырады. Оның орнына қомақты сый ақылады. Сәтті тонаудан кейін ол бастығымен кездесіп, оған жаңа ғана ұрланған гауһар тастарды береді. Алайда бастығы ол гауһар тастарды өзіне қалдырды ма деп күмәнданады. Бірақ ол жоққа шығарады. Содан кейін бастығы қатты соққыға жығылған адамда келіп, оған өтірік айтқан адамның тағдыры осындай болатынын түсіндіреді. Анри бұл көріністен қатты қорыққаны анық, бірақ сабыр сақтап ақшасын алып кетіп қалды. Өзінің сүйіктісі, жұмыс істейтін бишімен алаңсыз өмір сүруді армандаған Анри қауіпті қадамға барады. Ұрланған тауарлардың бір бөлігін бастығынан жасырды. Ол сүйіктісімен кездесіп, оған бастығынан жасырған зергерлік бұйымдарын сыйға тартады. Алайда бір ер адам соңынан аңдып қолындағы алқаны байқайды. Сол түні Анри мен қызы өздерінің болашағын талқылайды. Келесі күні таң ертең екеуі әңгімесін жалғастырып жатқанда, күтпеген жерден есік қағылады. Анри есікті ашқан бойда оны бір топ полиция қызметкері ұстап алып, кеше түнде бастығы ұрып соққан адамды өлтірді деп жазықсыз айыптайды. Ол түні бойы сүйіктісімен бірге болғанын түсіндіруге тырысады. Бірақ полицейлер оның өтініштерін елемей алып кетті. Кейінірек полиция бөлімшесіне сүйіктісі келеді, яғни ол куәлік бергісі келетінін айтады. Алайда Анри мұның пайдасыз болатынын, және полиция қызметкері оны ешбір жағдайда жібермейтінін біледі. Сондықтан ол түрмеден қашуды жоспарлайды. Анри қызға өзінің өмірінен кетуді айтады, бірақ қыз бас тартады. Анри Джелот есімді тұтқынмен танысады. Және түрмеден шығу үшін көп ақша керектігін айтады. Көбелек фильмінің сюжеті тұтқындарды кемеге апарады. Оның тар кабиналарында басты кейіпкер және жүздеген басқа тұтқындар Атлант мұхиты арқылы оңтүстік Американың солтүстік шығысындағы Француз Гвианасына жүзіп бара жатыр. Түрмеге келген Анри бағалы қағаздардан жалған ақша жасаушы Луи Дегасты кездіреді. Дегас байлығына байланысты басқа тұтқындардың нысанасына айналады, ал Анри қашып кетуге көмектесу үшін оны қорғауды ұсынады. Талай қиындықтарды бастан өткерген олардың достығы осылай басталады. Түнде барлық тұтқындар демалып жатқанда, Дегастың қасында жатқан жігіті аяусыз қорлап жатқанын байқайды. Белгілі болғандай тұтқындар жалған ақша жасаушының асқазанына ақша тығып қойғанын біліп, оны нысанаға алған. Дегас бұл оқиғадан қатты қорқады. Сондықтан келесі күні таң ертең ол Анридің қасына барып, ұсынысына келіседі. Алайда миллионер түрмеден қашқысы келмейді. Өйткені әйелі оны жақын арада шығарып алады деп сенеді. Олар демалып жатқанда сол адам өлтіруші Дегасқа шабуыл жасайды. Бірақ бұл жолы Анри көмекке келеді. Екеуінің арасында төбелес болып, полиция қызметкерін үрейлендірді. Анриді полиция қызметкері жазалауда, бірақ ол Дегастың өмірін сақтап қалғанына риза. Кеме келесі күні колонияға келеді. Тұтқындар жұмысқа кіріспес бұрын, Джелот кемеден әдейі құлап аяғын сындырып алады да оны ауруханаға апарады. Оның жоспары сол жерден қашу, өйткені ауруханада полиция қызметкері аз деп болжайды. Біраз уақыттан кейін тұтқындар колонияға кіреді. Бұл жер өлімге алып келетін қылмыскерлерге толы, олардың көбі кісі өлтірді деп айыпталғандар. Түрме бастығы да қатыгез адам. Ол барлық тұтқындарды жинап түрмеден қашудың мүмкін еместігін хабарлайды. Егер қашқан адам ұсталса, 2 жылға изоляторға жібереді. Егер екінші рет ұсталса, қамауда ұстау 5 жылға созылады. Ал егер қашып бара жатқанда ұсталса, яғни 3-ші рет ұсталса, аты шулы Ібіліс аралына, адамдар иесінен танып қалатын жерге жіберіледі. Түрме бастығы егер кімде кім кісі өлтірсе, оның басы көпшілік алдында гильотинмен кесілетінін хабарлайды. Тұтқындарға тас жинау тапсырылады. Дегасқа бұл тапсырманы орындау қиынға соғады, өйткені ол физикалық еңбекке үйренбеген. Бір шама уақыттан кейін Анри қайықшымен сөйлеседі, оған қайықтың орнына қомақты ақша ұсынады. Қайықшы келісіп, оған келесі түнде жағаға келуін айтады. Әрі қарай Дегасқа бір тұтқын шабуыл жасайды. Бұл жолы да Анри көмекке келеді. Ол онымен төбелесіп жарақат алады. Мұны көрген Дегас Анрисіз бір күнде сүре алмайтынын
және әйелі қашан шығарып алатынына күмәнданады. Сондықтан оған ешқандай мүмкіндік жоқ екенін түсініп, ол да Анридің қашу жоспарына қосылады. Келесі күні таң ертең барлық тұтқындарды өлім жазасына кесілгеніне куә болу үшін аулаға шақырылады. Джеллот аурухана түрмесінен қашып кетпек болған кезде 2 күзетшіні өлтіргені белгілі болды. Сондықтан ол жазаланып басы кесіледі. Тұтқындардың барлығы қылмыскерді гильотинге байлап басын кесіп тастағанын көргенде қатты үрейленді. Содан кейін Анри мен Дегазға басы жоқ мәйітті жерлеуді бұйырады. Өкінішке орай Дегаздың жүйкесі жұқарып құлап қалды. Дегаз ешқашан мәйіттерді көрмеген. Анри оған тұруға көмек береді. Бірақ нәтиже болмады. Мұнысын күзетші байқап қалып арқасынан қамшымен ұра бастайды. Анри шыдай алмай жердегі тасты алып күзетшінің басын жарады. Содан кейін ол қашып кетеді. Бірақ Дегаз қорқыныштан бір орында қозғала алмай, сол жерде қалып қойды. Түнде Анри жағаға шығып қайықшымен кездеседі. Анри одан қайық сұрайды, бірақ ол күле бастайды. Анри артына бұрылып қараса бірнеше күзетшілерді көреді. Бірақ қайықшы түрме коменданты болып шықты. Ол қашып құтылмақ болған тұтқын туралы ақпарат берген үшін қомақты сомалады екен. Көп ұзамай Анриді түрмеге алып келеді, ал түрме бастығы қуанышты хабарды жеткізеді. Ол таспен ұрған күзетші тірі қалды, яғни Анри өлім жазасына кесілмейді, бірақ ол 2 жылға изоляторға қамалды. Ол жерде бір ғана ереже бар, шу шығармау, өз-өзіңмен сөйлеспеу де жазаланатын құқық бұзушылық болып табылады. Изоляторда тамақ өте тапшы, тек анда-санда тамақ береді. Тамақтың дәмі мен түсі оғаш көрінеді. Бір күні Анриді таң қалдырғаны, күн сайын бір шелек судан жарты кокос алып отырады. Бұдан былай кокос жаңғағын аласын деген қағазға жазылған жазбаны көреді. Бұл оның досы Дегаздың көмегі екенін түсінді. Бұл бірнеше апта бойы жалғасады. Бірақ ақырында түрме бастығы бұл жөнде біліп, оған қосымша тамақты кім берген үшін Анриға барады. Ол ештеңе айтпады. Жаза ретінде күзетші оның анда-санда беретін тамағын азайтады. Бір ай өтеді, ал Анри аштықтан ағзасы қатты әлсірейді. Түрме бастығы тағы да сол сұрақпен келеді, ол тағы да үнсіз қалады. Ашуланған түрме бастығы оның мерзімінің соңына дейін қараңғыда қалдыруға шешім қабылдайды. Енді Анри жан түршігерлік жағдайға тап болады. Ол қалыпты тамақ ішпейді, сөйлесетін ешкімі жоқ, тіпті айналасында болып жатқан оқиғаларды да көре алмайды. Бірте-бірте ол есінен танып қалады. Анридің әлсірегені сонша ол қозғала алмайды. Сондықтан оны түрме ауруханасына апарады. Кездейсоқ ол Дегазды көреді, ол сол жерде жұмыс жасайды. Өйткені соңғы 1,5 жылда ол түрме бастығының сеніміне ие болды. Соның арқасында ол қосымша қорғаныс пен артықшылықтарға ие болды. Бір күні ол Дегаз досымен кездесіп, әдейі жынды болып көрінетінін айтты. Өйткені бұл түрмеге қайта оралмаудың жалғыз жолы. Екеуі қашу жоспарын қайта талқылай бастайды. Бұл жолы олар 2 тұтқынды көмекші етіп таңдап қойды. Осыдан кейін Дегаз өзінің барлық жинаған ақшасын селлерге береді, ол байланыстыратын қайық сатып алу керек. Келесі күні кешке шенеуніктерге арналған концерт болады деп жоспарлануда. Сол кезде олар қашуды жоспарлайды. Дегаз бұл жоспарға күмәндана бастайды, және бір сәтте ол бас тартуды ойлайды. Олардың бостандыққа шығудың жалғыз мүмкіндігі. Кеш басталды, шенеуніктер концертке жиналды. Ал Дегаз оларға сусындар беріп жатыр. Жоспарланғандай оларға алкогольдеріне ұйықтататын дәрі қосады. Яғни қақпаның кілттерін ұрлау үшін қолайлы сәтті күтеді. Іште жігіттер Дегаздың келуін күтіп отыр. Кенеттен жаңбыр жауа бастады. Бұл электр қуатының үзілуіне себеп болады. Қорқып кеткен селлер басқа жолмен қашуды ұсынады. Бірақ Анри бас тартады. Оның досынсыз кетуге ниеті жоқ. Бақыттарына орай дер кезінде Дегаз кілттерімен келді. Қараңғылықты пайдаланып, олар негізгі есікті ашып, тез арада түрмеден шықты. Біраз уақыттан кейін олар тығырыққа тірелді. Жағаға жетудің жалғыз жолы қоршаудан төменге секіру. Селлер, Матюрет және Анри қоршаудан сәтті секіріп төменге түседі. Бірақ Дегазға кезек келгенде кенеттен шамдар жанып, ол қорқып қоршаудан төменге ыңғайсыз жерге секіріп, аяғын сындырып алады. Дегаз ақсаңдап жүре алмай қалады. Анри мен Матюрет Дегазды алып, қайық күтіп тұрған жағаға апарады. 4 қашқын қайыққа жетіп, мұхит арқылы жүзеді.
Келесі күні таң ертең қайықтың іші суға толып жатқанын байқап, барлық қиындықтарға қарамастан, жақындап келе жатқан дауылды да байқайды. Олардың аман қалу мүмкіндігі аз болғанын түсініп, жараланған Дегасты ауыртпалық деп санаған селлер одан құтылуға тырысады. Матюретті суға лақтырып жібереді. Бірақ Анри оны құтқару үшін селлермен төбелеседі. Селлер басымдыққа ие болып, Анриді өлтірмекші болады. Кенеттен Дегас селлердің арқасына пышақ тығып алды. Содан кейін жігіттер селлерді мұхитқа лақтырып жіберіп, Матюретті қайыққа көтерілуіне көмек берді. Біраз уақыттан кейін қатты дауыл басады. Кенеттен Анри көзін ашса аралда екен. Ол бұл аралға қалай келгенін түсінбеді. Көрші ауылдың тұрғындары мұхитта жүзіп бара жатқанын көріп құтқарып қалған екен. Монах әйел олардың Колумбияда екенін айтады. Кешкісін Анри Дегасқа жолығып, бұл жерден тез арада кету керектігін айтады. Алайда Дегас келісім аяқталды деп бас тартады. Ол қашудан шаршады, енді ол осы жайлы жерде мәңгі қалатынын айтады. Қайыққа жақындап келе жатқанда Арни 1-2 полиция қызметкерлерін байқайды. Белгілі болғандай монах әйел олардың тұрған жерін полицияға хабарлап қойған екен. Арни дереу Дегасға оралып, оны орнынан тұрғызып қашуға көмек береді. Бірақ полиция қызметкерлері оларды құрықтап үлгереді. Ал Матюреттің арқасынан атып өлтіреді. Ал Арни пен Дегас ұсталып түрмеге қайта оралады. 5 жыл өтті. Арни жазасын жалғыз адамдық камерада өтеді. Енді оны Ібіліс аралына ауыстырғалы жатыр. Ол есеңгіреп Дегас досын сол жерден кезіктіреді. Дегас түрме бастығының сеніміне кіріп, полиция қызметкерлерінің сусындарына ұйықтататын дәрі қосқандықтан одан да ауыр жаза алғанын айтады. Дегас Колумбияда ұсталғаннан кейін бірден Ібіліс аралына апарылған. Бір күні Арни мұхитқа қарап, оның ойына бір ой келді. Ол Дегасға жақындап кокос жемісінен қайық жасауды, толқындар оларды жақын маңдағы жағалауға апаратынын түсіндіреді. Алайда Дегас бұл жолы қашу жоспарынан бас тартты. Ол 5 жыл бойы еш қиындықсыз және зорлық-зомбылықсыз бейбіт өмір сүріп жатқанын түсіндірді. Ол сондай-ақ әйелінің басқа біреуге тұрмысқа шыққанын білді. Сондықтан қайтып оралудың қажеті жоқ дейді. Алайда ол досына кокос жаңғағы мен бұтақтарынан қайық жасауға көмек береді. Келесі күні таң ертең достар бір-бірімен қоштасады. Анри кокос жаңғағынан жасалған қайықты мұхитқа лақтырады. Содан кейін өзі жартастан мұхитқа секіреді. Жоспары іске асты, оны алып толқындар жетелейді. Оның жүзіп бара жатқанын көріп Дегастың көзіне жас келді. Анри қазір Венесуэлада, өйткені Францияда ол қылмыскер ретінде іздеуде тұр. Бірақ 1969 жылы оған тағылған барлық айыптар алынып тасталды. Анри өз өмірі туралы кітап жазып, бестселлерге айналған ол кешіріммен Францияға оралады. Бұл фильмде жазықсыз адамның түрме жүйесінің қатыгездігі мен ауыр еңбекті көрсетеді, сонымен қатар адам рухының мықтылығын, ауыр жағдайларға қарамастан мойымай, тайсалмау қабілетін көрсетеді. Қысқа метражды фильм ұнаса жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңа бейнені жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.